Қарп патшаның ұлына айтқан өсиеті. Ұлым, биліктің тағдыры тек қылыштың ұшында емес, халықтың күйінде жатады. Ашыққан жанның ойы асқа байланады. Шаршаған тәннің арманы ұйқыға тіреледі. Көзі қара отып, белі бүгілген ел таққа емес, таңға жетуді ғана ойлайды. Тіршілікке жетерлік қана нәсіп берілсін, бірақ артық молшылыққа жол ашылмасын. Балам, қарны тоқ, уақыты мол адам ойлана бастайды. Ой сұрақ тудырады, сұрақ талапты оятады. Талап тәртіпке қарсы тұрады. Молшылық ол билікке зауал. Бейбітшілік ол еркіндікке жол. Ал еркіндік бар жерде халықтан патшаға неге деген сауал туады. Сол сауал бір күні тақты шайқалтады, патшаны құлатады. Ұлым, үмітсіздік ол бағындырудың кілті, ал тоқшылық ол бірігудің бастауы. Ұлым, аш адам иіледі, тоқ адам иісады. Қалжыраған жұрт көнеді, тыныққан жұрт ойланады. Сондықтан ел қыл үстінде тұрсын, олардың қажығаны сенің серігін. Күйбен тірлігі көлеңкең, бас көтертпей жұмыс істетсен, ол айнымас жолдасың болады. Балам, сонда ғана пұлдықты сақтайсың, үстемдігін мызғымас болады. Ал егер халыққа дем беріп, тынысын ашып алсаң, оларға молшылық мүмкіндігін берсең, сол күні халықтың жүрегінде еркіндік оянады. Еркіндік оянған жерде тақтың тағдыры таразыға түседі.